Сәлем, Скай. Ұшып келуіңмен. Сәлеметсіз бе, басаға? Рақмет. Қалыңыз қалай? Қайда ұштыңыз? Менде бәрі жақсы. Міне жақында мұхиттан келдім. Ал менің досым Бон көрінбейді ғой, ол қайда? Сен оны көрген боларсың мүмкін. Ол аңғарда, оның оң жақ қақпақтары бар. Түсінікті. Бүгін біздің шеберлерге кіріп шығу керек. Өрт болған жағдайда. Өрт жағдайы? Бір жерде өрт болды ма? Немесе сіздерде бірдеңе жанып кетті ме, басаға? Ту. Үш рет түкіріңіз, Құдай сақтасын. Бұл өрнек қауіпсіздік торы үшін күтпеген қиындықтар туындаған жағдайда бірдеңе жасау дегенді білдіреді. Бұл жерде өрттің не қатысы бар, түсінбедім ғой. Түсінесің бе? Менің жас досым. Өрт бұл жедел кенеттен болатын оқиға. Егер өрт орын алған болатын болса, өрт сөндіру құралдарын іздеуге кеш болады. Өрт сөндіргіш, шелек, тағы басқа осылардың барлығын алдын ала дайындау керек. Яғни күтпеген жайттар орын алмас үшін алдын ала дайындалған жөн. Солай емес пе? Ол сен ақылды кішкентай екенсің. Тез ойланып, қорытынды жасай аласың. Өрт болған жағдайда есте сақтау керек. Ал не үшін түкіру керек? Сен не айтып тұрсың? Түсінбедім. Енді сіз 3 рет түкіру керек дедіңіз ғой. Мен оны өрт болмас үшін айтқанмын. Шынымен де сондай сенім бар ғой. Басағай, сіздің менен жасыңыз үлкен, ересек адамсыз. Наным сенімге сенесіз бе? Сондай қызық. Мен сенің орныңда болсам күлмесем. Білесің бе, кім көп күлсе артынша көп жылайды. Басаға, мүмкін сіз қара мысықтан қорқатын шығарсыз. Егер сіздің жолыңызды қара мысық кесіп өтсе, ұшақтың рейсін кейінге шегермейтін шығарсыз. Енді рейсті шегер алмайтыным анық, бірақ 3 рет түкіретінім анық. Байғұс мысық, егер қандайда бір оқиға орын алатын болса, ол кінәлі деген сөз бе? Мен бұл туралы ойланбаппын. Расымен де байғұс жануарлардың кінәсі жоқ болатын еді. Жақсылап бұл туралы ойлану керек. Балалар, қанекей, қосу және азайтудың компоненттерін есімізге түсірейікші. Бірінші қосудың компоненттерін атайық. Бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш және қосындының мәні. Жақсы балалар, ал қосудың қандай қасиеті бар? Кәне есімізге түсірейікші, білесіңдер ме? Тамаша, яғни қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. Жақсы, енді азайтудың компоненттерін есімізге түсірейік. Азайғыш, азайтқыш және айырманың мәні. Балалар, енді осы азайтуға байланысты біз амалдар орындап есептерді шығарайық. Ол үшін бізге мына бір үйшіктердегі сандар көмекке келеді. Бірінші қараймыз балалар. Кәне, бірінші үйшікте қандай сандар екен? Кәне, ол үшін үйшіктің төбесіндегі сөзді бірге оқиық. Азайғыш. Азайғыш. Яғни бұл азайтудың бірінші компоненті. Кәне, қандай сандар бар екен? 9, 10, 8. Тамаша. Енді кәне осы бір санды таңдап алайық. 8-ді, 10-ды, 9-ды. Қайсысын бірінші жазамыз? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші астыңғы, бірінші қабаттағы саннан бастап жазайық. Азайғыш 8 болсын. Балалар, біз азайғыш деп азайту амалдың компонентін айттық. Сонда мен қандай таңба қоямын? Дұрыс айтасыңдар, азайту. Келесі үйшікпен танысайық. Кәне,
азайтқыш. Азайтқыш. Қандай сандар бар екен? 8, 1, 4, 6, 3, 5, 9, 3, 7. Жақсы. Енді біз 8-ден қандай санды азайта аламыз? Кәне, айтыңдаршы. Дұрыс айтасыңдар. 8-ден кіші санды азайта аламыз. Кәне, азайтқыштан біз бірінші қабаттағы 3 санын алайық. 8 азайту 3. Енді балалар, не жазамын? Дұрыс айтасыңдар. Тең. Ал бұның мәнін біз қайдан табамыз? Дұрыс айтасыңдар. Кәне, үшінші үйшігімізге келейік. Үшінші үйшікте айырманың мәні. Яғни, бізде жауапты осы үйшіктегі сандардан табамыз. Біз 8-ден 3-ті азайтуымыз керек. Жауабы неше болады екен? Кәне, ойланып көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Жауабы 5. Ал осы үйде 5 деген сан бар ма? Қане, таптыңдар ма? Дұрыс айтасыңдар. Міне, бірінші қабатта тұр екені 5 сан. Жақсы, жазамыз. 8 азайту 3 тең болады 5. Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні 5-ке тең. Енді келесі тағы да осы 8-ден бірінші қабатта балар 8-ден кіші қандай азайтқыш қалды бізде? Қараңдаршы. Дұрыс айтасыңдар. 7. 8 азайту 7 тең неше болады? Кәне, ойланып көреміз. Дұрыс айтасыңдар. 1. Ал сол 1 деген сан бізде айырманың мәнінде бар ма екен? Дұрыс. Ол да бірінші қабатта орналасқан екен. Тамаша, жазамыз. 8 азайту 7 тең болады 1. Тамаша. Енді балар, кәне, келесі екінші қабатқа көтерілейік. Бұл жерде бізде қандай сан жазылған? 10. Жазамыз. 10 азайту. Ал балалар, 10-нан қандай санды азайтамыз? Бізде бірінші қабатта қандай сан қалды? 9. Дұрыс айтасыңдар, кәне. 10-нан 9-ды азайтып көрейік. Тең неше болады? Дұрыс айтасыңдар. 1. 1 деген санымыз біздің көк үйшігімізде бар ма екен? Бар. Біз оны тапқанбыз. Енді келесі осы 10 санынан екінші қабаттағы азайтқыштан кәне бір санды тағы да жазайық. 6. 10 азайту 6 тең неше болады? Кәне, ойланамыз. Дұрыс айтасыңдар. Жауабы 4. Енді осы 4 саны бізде жауабы дұрыс па? Әлде дұрыс емес пе? Біз оны көк үйшігімізден іздейміз. 4 деген сан бар ма? Бар, міне тұр. Тамаша. Яғни біздің жауабымыз дұрыс. Өте жақсы. Ал балалар, біздің екінші қабатымызда тағы қандай сандар қалды? 3 және 5. Кәне балалар, енді біз 10-нан 3-ті азайтып көрейік. Неше болады? Кәне, санаймыз. 10 азайту 3 тең болады 7. Ал, не істейміз балалар? Дұрыс таптыңдар. Біз айырманың мәні деген үйшіктен 7 деген санды іздейміз. Кәне, таптық па? Міне тұр екен. Өте жақсы. Біз тез таптық. Солай емес пе? Жазамыз. 10 азайту 3 тең болады 7. Келесі бізде қандай сан тұр? 5. 10 азайтамыз 5. Тең неше болады балалар? Кәне, өте оңай, солай емес пе? 10-нан 5-ті азайтсақ, жауабы 5. Біз оны айырманың мәнінде табамыз. 5 деген сан бізде бар. Біз екінші қабатта барлық сандарды жаздық па? Өрнек құрастырдық па? Тамаша. Енді 2-ден кейін бізде нешінші қабат болады? 9 сан, яғни ол 3-ші қабатта орналасқан екен. Бұл 9 дегеніміз балалар азайту амалының қандай компоненті? Азайғыш.
Жақсы. Яғни азайту. Енді азайтқыштан кәне 3-ші қабаттағы сандарды қарайық. 8. 9-дан 8-ді азайтайық. Жауабы неше болады? Дұрыс таптыңдар. Жауабы 1. 1 деген санымыз бізде бар. Келесі 9 азайтамыз 1-ді. Ал балалар, 9-дан 1-ді азайтсақ неше болады? Жауабы 8. Ал көк үйшігімізде бізде 8 саны бар ма? Дұрыс, міне, бізде 8 саны бар. Жауабымыз дұрыс келді. Келесі 9-дан азайтамыз 4-ті. Тең неше болады? Кәне ойланамыз. Дұрыс айтасыңдар. 9-дан 4-ті азайтсақ, жауабы 5. 5-ті жазамыз. Балалар, қарайықшы, енді біз азайтуға байланысты өрнектер құрастырдық. Біз енді тағы да азайтудың компоненттерін атап шығайықшы. 8 бұл бізде қай үйшіктен тұрған сан еді? Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Екінші бізде қараймыз 10 саны. Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Үшінші қатарда азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Тамаша. Балалар, енді сендер ауызша тағы да ойланып көріңдерші. Біз қай саннан қай санды азайта аламыз? Бізде кейбір сандар бізде жазылмады. Кәне көрейікші. Мысалы, біз 9-дан нешені азайта аламыз? 9-ды. 9-дан 9-ды азайтсақ неше болады? Жауабы 0 болады. Дұрыс айтасыңдар. Енді 9-дан біз 3-ті азайтайық. Неше болады? 6. Ол ұяшығымыз міне тұр. Тамаша. Енді 9-дан біз 7-ні азайтып көрейік. Неше болады? 2. Ол ұяшығымыз міне тұр. Жақсы. Ал балалар, біз осы азайту амалын орындау барысында біз нені есімізге түсірдік? Сандардың құрамын. 8, 9, 10. Осы сандардың құрамын сендер тағы бір қайталап өтіңдер. Біз қандай өрнекті жазбадық? Қай санды жазбадық? Ойланып көріңдер. Жақсы ма? 2 санынан бастап 10 санына дейін сандардың құрамын қайталап жүріңдер. Жақсы ма? Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі тапсырманы тез әрі оңай орындадыңдар. Басаға, бұрын барлығы наным сенімге, белгілерге сенді. Себебі олар табиғат құбылыстарын түсіндіре алмады. Бірақ қазір біз не үшін жаңбыр жауатынын, не үшін жел болатынын, тіпті қанша мөлшерде қар жауатынын білеміз. Скай, сенікі дұрыс. Осының барлығын зерттейтін ғылым бар. Сен мені жерге түсіргендей болдың, жас досым. Қорқыныштарымнан арылттың. Мен ғылым туралы мүлдем ұмытып кетіппін. Қайтадан кітап оқитын кезеңге оралу қажет. Ал сен жарайсың. Жақсы білім алып жатқаның көрініп тұр. Басаға, мен көп нәрсеге қызығам. Сол үшін де математиканы да қызығушылықпен оқимын. Тамаша. Міне, бізде 8, 10 және 9 сандары бар. Олардың бәрі азаят деп елестетіп көрейік. Енді олар арқылы мысалдар келтіріп, айырмашылықтарының мәнін тауып көр, Қанекей. Қуана, 10 санын аламыз. 8-ді азайтамыз. Тең болады 2-ге. Енді 8-ден 3-ті азайтамыз. Тең 5-ге. Ал егер 9-дан 6-ны азайтсақ, тең болады 3-ге. Скай, сен шынымен математиканы жақсы көреді екенсің. Ал енді аңғарға барайық, болмен амандасайық. Одан кейін қызықты үлкен техникалық кітаптарды көрсететін боламын. Рас па? Қандай керемет! Басаға, мен бір кітапты оқуға ала тұрсам бола ма? Қайтадан қайтарып беруге уәде беремін. Әрине, біреуін ғана емес, бірнешеуін алсаң болады.
мен саған оған қоса кітаптар сыйлаймын. Рахмет, бас аға. Бүгін мен үшін ең керемет күн болды.